Ол байлыққа ешқандай қатысы жоқ. Мен екінші әйел алуым байлыққа қатысы жоқ. Аса бір махаббатқа да қатысы жоқ. Ол жауапкершіліктен туындаған дүние болды басы. Мен барып біреудің үлбіреп отқан қызын алған жоқпын. Ол тағдырдан тәлкегіне ұшырап, шатасып, дұрыс емес адамның қолына түсіп, тағдырдан таяқ жеген адамды алдым. Ал жаңағы барып біреудің мәпелеп отқан қызын екінші әйел қылып аламын десең, ол да әрине дұрыс емес. Сол нәрсеге көңіл бөлу керек. Көп адам барып өзінің нәпсімен алып жатады, ол нәпсіге қатыстырмай ол нәрсені. Менің өзім ұстанымым бар, күш әділдікте деп. Ол екі әйелдің арасында да жаңа әділдік болатын болса, олар бірін-бірін сыйлайды, сені сыйлайды. Сол кезде ғана сол жаңа екі әйелдің басын ұстап отыру қолынан келетін нәрсе әділдіктен тұрады. Одан кейін бастапқы ниеттен тұрады. Бастапқы ниет қандай болды? Сен нәпсінің құлымен алдың ба? Кеттің, шатастың. Қазақтың қызы мынандай кетіп айтып отыра беру оңай, ал мен бұны іспен көрсетейін деп осыны жауапкершілік қылып алдым.